Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз Қазақстандағы ең көне театрлардың бірі Жамбыл атындағы Шығыс Қазақстан драма театры туралы айтатын боламыз. Оның тарихы сонау 1902 жылдан басталады. 26 қазанда Өскеменде қаланың әлеуметтік мәдени өмірінің орталығына айналған халық үйі ашылды. Бұл сахнада қойылған алғашқы пьеса «Жұмыс ауылы» деп аталды. Айта кету керек, Өскеменде сол кездері ешбір кәсіби театр болған жоқ. Сондықтан қала тұрғындары 1935 жылы труппаның құрылуын өтініп, билікке жүгінеді. Бір жылдан кейін театрда ұлттық қазақ драма үйірмесі ұйымдастырылды. 15 талантты актерлерден құралған топ жаңа театр маусымын Гогольдің «Үйлену» пьесасымен ашты. Кейіннен репертуар «Даңқты жігіт» және «Қорған» сияқты спектакльдермен толықты. 1939 жылы Шығыс Қазақстан тәуелсіз облыс болып танылып, Өскемен қалалық театры облыстық мәртебеге ие болды. Театр Екінші дүниежүзілік соғыстың қиын жылдарында да өз қызметін тоқтатқан жоқ. Халықтың рухын көтеріп, жеңіске деген сенімін нығайту мақсатында әртістер қойылымдар қойып, концерттер ұйымдастырды. 1946 жылдың шілде айында театрға қазақтың ұлы ақыны Жамбылдың есімі берілді. Репертуар жаңа қойылымдармен толықты. Көрермендер Толстойдың «Анна Каренинасын», Шекспирдің «Жазғы түндегі арманын», Достоевскийдің «Идиотын», Пушкиннің «Кішкентай трагедияларын» тамашалады. Қойылымдарды қоюға Кеңес одағының түкпір-түкпірінен режиссерлер келді. Бүкіл КСРО Өскемен театры туралы айтып жатты. Труппа Қазақстанның көптеген қалаларында, сонымен қатар Владивостокта, Гамелде, Улан-Удеде, Мәскеуде және Мәскеу облысында гастрольдік сапармен болды. 2000 жылдың ақпан айында театр негізінде ұлттық қазақ труппасы құрылды. Бұл оқиғаның өзіндік тарихы бар. Әртістер мен өнер майталмандары конкурстық негізде облыстың түкпір-түкпірінен іріктелді. Жаңадан іріктелген өнерпаздар өздерінің алғашқы театр маусымын Ғабит Мүсіреповтің «Қозы көрпеш баян сұлу» пьесасымен ашты. Одан кейінгі жылдары ересектер мен балаларға арналған 60-тан астам спектакль қойылды. Қазақ театры кәсіби актерлармен, сонымен қатар Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының түлектерімен толықты. Театр әртістері көптеген республикалық және халықаралық деңгейдегі фестивальдарға қатысты. Бүгінде труппа қоржынында ондаған түрлі марапаттар мен жүлделер бар. 2015 жылы Шығыс Қазақстан театры жаңа заманауи ғимаратқа көшті. Бұрынғы ғимарат Өскемен қаласының сәулет, тарих және мәдениет ескерткіші ретінде танылды. Жаңа сахнаның салтанатты ашылуы 2015 жылдың 7 сәуірінде өтті. Театрда 600 орын, камералық спектакльдерге арналған шағын зал бар. Бүгінде Шығыс Қазақстан облыстық театры қазақ және орыс тіліндегі 2 труппадан тұрады. Театрда жыл сайын ересектер мен балаларға арналған 8-12 премьера қойылады. Бір жылда шамамен 280-ге жуық спектакль ойнатылады. Жастар театры жайлы да айта кету керек. Ол 2015 жылы құрылған. Алғашқы труппа Алматы және Астана қалаларындағы театр академияларының түлектерінен құралды. Әртістер өнер жолын америкалық драматург Кен Людвигтің «Жұлдызды сәт» спектаклінен бастады. Режиссері гитист түлегі Еренбақ Тойкенов болатын. Жас өнерпаздар қала тұрғындардың жүрегін бірден жаулап алды. Актерлар Оңтүстік Кореяда өткен жастар фестиваліне қатысып, сол елдегі көрермендерге Алтай түркі әлемінің бесігі бөрілер және Айдын Салбановтың жүрек қағысы музыкалық пластикалық қойылымдарын ұсынды. Шығыс Қазақстан облыстық театры өз көрерменін таң қалдыруын тоқтатпайды. Театрдың өзіндік стилі мен бағыты қалыптасты деп нық сеніммен айтуға болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Әдеттегідей мен сендерге бірнеше сұрақтар дайындадым.
Бірінші сұрақ: Шығыс Қазақстан театры қай жылы облыстық театр мәртебесіне ие болды? Екінші сұрақ: театрға қазақтың ұлы ақыны Жамбылдың есімі қашан берілді? Үшінші сұрақ: Жұлдызды сәт пьесасының режиссерін атаңдар.